Хабарымызды жалғастырамыз. Масленица ежелгі славян мерекесі. Қысты шығарып салып, көктемде қарсы алу сәтін христиандар бір апта болды тойлайды. Облыстық зағип және нашар көретін азаматтарға арналған арнайы кітапхананың оқырмандары үшін мерекелік іс-шара ұйымдастырылды. Толығырақ әріптесім әңгімелейді. Кітапхана қызметкерлері өз оқырмандары үшін тұрақты түрде әртүрлі іс-шаралар легін ұйымдастырады. Қыстың соңғы аптасы да көңілді атмосферада өтті. Біз кітапхананың төрінде жыл сайын мейрамды қарсы алғандықтан, бүгін Масленицаның екінші күні, заигрыш күнін, осы оқырмандарымызға әртүрлі ойындарды, қызықты және де көңілді күй сыйлап, олардың көңілдерін бауладамыз. Яғни олар осы күнді қалай қарсы алса, келесі қысқа дейін осы тамаша күнде өздерін жақсы сезінеді. Яғни ол ойындар үшін ол кісілер өздерінің блины дәстүрлі бойынша блиныдан дәм татырады. Жиында өнер көрсеткен шығармашылық ұжымдар мерекенің көркін ашты. Әдеттегі тыныштықтың орнына кітапхана іші өнерпаздардың тамаша ән күйімен ерекшеленді. Қыстың соңғы күндерін қызықты өткізу үшін Масленицаға жиналғандар шараны тек ойын күлкі көтеріңкі көңіл күйде болды. Бұл қуанышты сәтке кітапхананың тұрақты оқырмандары арнайы шақырылды. Бүгін өзіміздің кітапханамызда Масленица мерекесін атап өттік. Бұл кітапханамызда өткізілетін дәстүрлі мереке. Қызметкерлер бізді осындай тамаша мерекеге шақырып, бізге жақсы көңіл күй сыйлайды. Ең бастысы баршаңызды осы керемет көңілді мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге тек бейбітшілік, махаббат, сәттілік тілеймін. Легкой жизни. Прежде всего, хочу поздравить всех. Мереке соңында меймандар Масленицаның дәстүрлі тағамы дәмді құймақ пен хош иісті шайдың дәмін бірге татты. Мөлдір Сағидолла, Валентина Диденко, Досымбек Тоқай, Ертіс ақпарат.